Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 48-ші сабақ «Не үйрендім, не білдім» тақырыбын өтетін боламыз. Кәнекей балалар, осы суретке қараңыздаршы. Бұл суретте не байқадыңыздар? Иә, дұрыс айтасыздар. Жануарлардың құйрықтары ауысып кеткен екен, иә? Бірінші суретте бізде қоян, екінші суретте түлкі, үшінші суретте әтеш берілген екен, иә? Енді қараңыздар, қоянға түлкінің құйрығы беріліпті, ал түлкіге әтештің құйрығы беріліпті, ал әтешке қоянның құйрығы беріліпті, иә? Осылайша бір-бірімен ауысып кеткен екен, иә? Енді балалар осы қоян, түлкі, әтеш сөздерін буынға бөліп оқып көрейікші. Кәнекей, қоян екі буын болады екен, иә? Түлкі, бұл жерде де екі буын болады екен. Әтеш сөзінде де екі буын болады екен, иә? Жарайсыздар. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Балалар, бұл суретте бізге жемістердің атын атауға берген екен, иә? Олай болса, кәнекей айтайықшы. Бірінші қияр, иә? Екінші жүзім, үшінші лимон, төртінші алма, бесінші банан, алтыншы апельсин тұр екен, иә? Иә, балалар, дұрыс айтасыздар. Бұлардың барлығын сіздер атауларын біледі деген ойдамын. Себебі бұл жеміс-жидектерді біз күнделікті өмірде кейбіреулерін пайдаланамыз, иә? Олай болса, балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, бұл тапсырмада біз табу керекпіз, иә? Қараңыздар, бірінші суретте бізде алмұрт берілген, екінші суретте қарбыздың суреті берілген, иә? Бірақ та астындағы берілген жаңағы кестедегі сөздер ауысып кеткен екен, иә? Енді қараңыздар, алмұрт сөзінде а дауысты дыбыс, иә? Яғни бұл жерде бізде қызылмен белгілену керек, иә, әрпі. Ал алмұрт сөзінің астындағы белгіленген белгіге қарасақ, ол жерде бірінші әріп көкпен белгіленген, иә? Яғни бұл жерде балалар қарбыз деген сөз жазылу керек. Ал екінші белгіленген белгіге қарасақ, бұл жерде қызылмен белгіленіп тұр, иә? Яғни бұл жерге алмұрт деген сөзді жазамыз.